Сәлеметсіңдер ме? Здравствуйте. Бүгін біз сіздермен есімдіктердің екінші түрі сұрау есімдігімен танысатын боламыз. Сегодня мы с вами познакомимся со вторым видом местоимений вопросительное местоимение. Сұрау есімдіктері дегеніміз жауап алу мақсатында қойылған сұрақтар. Вопросительные местоимения – это вопросы, задаваемые с целью получения на них ответа. Қазақ тілінде сұрау есімдіктерінің көптеген түрлері бар. Солардың негізгілерін қарастырайық. В казахском языке существует множество вопросительных местоимений. Давайте рассмотрим с вами основные из них. Кім, кто, не, что. Мысалы, например, бұл кім, кто это, бұл не, что это. Қандай, какой, какая, какое. Мысалы, например, қандай үй, какой дом, қандай аспаз, какой повар. Қай, который, которая, который. Қай көше, которая улица. Қалай, как или каким образом. Қалай келдің, как ты доехал. Қайда, где или куда. Қайда тұрады, где живет. Қайда жатыр, где лежит. Қашан, когда, қашан көрдің, когда ты его видел. Қайдан, откуда, қайдан алдың, откуда ты взял. Неше, қанша, сколько, неше күн қалды, сколько дней осталось. Қанша адам келді, сколько людей пришли. Және тағы бір жиі кездесетін түрі нешінші. А также один из часто встречаемых вопросительных местоимений который по счету. Мысалы, например, нешінші орын, которое место. Сонымен, сұрау есімдіктері туралы қысқаша сабағымыз аяқталды. Жалғасы бар. Итак, краткий урок про вопросительные местоимения завершен. Продолжение следует.